Авқатул истижабати, дуаның қабыл болатын уақыттары бар. وإذا جمع مع الدعاء حضور القلب وجمعيته بكليته على المطلوب وصادف وقت من أوقات الإجابة ستة وهي қашан дуамен біргелікте жүректің әзір болуы жан болса және талап қылынған нәрсеге бүкіл вүжудымен барлығымен жиналып тұрып дуа қылатын болса және бұл 6 қабыл болатын уақыттардың біріне тура келіп қалатын болса міне осы кезде ол дуа не қылады екен, қабыл болады екен. Бірінші әс-сүлүсүл ахиру минал лайл дейді. Түннен ақырғы 1/3. Міне осы уақыттарда дуа қабыл болатын уақыттар екен. Өйткені Құранда Алла субханаһу ва тағала мустағфирун бил асхар дейді. Бұл енді асхар деген осы сухур уақытында. Мына сүлүсүл лайл деген ақырғы 1/3 дегенде сол уақытқа барып қалады. Түннің 1/3-інің ақырғы 1/3. Уайндал адан азан айтып тұрған кезде. Азан айтып тұрған кездерде. Ва байнал азан азандардың арасында. Вал иқама азан мен иқама такбирдің арасында. Және ва адбари салаватул мактуба парыз намаздардан кейінгі уақыттарда. Осы парыз намаздардан кейінгі уақыттарда деген кезде кейбір адамдар түсінеді. Мынау жаңағыдегі парыз намаздардан кейін сразу отырып дуа қылуымыз керек деп. Парыз намаздардың ақырында оқылатын сүннат намаздар бар. Сүннат раватиб дейді олар. Бұлар сол парыз намаздан кейін оқылып, содан кейін дуа қылынса, сол парыздан кейін дуа қылынған болып есептеледі. Өйткені мәселен, бұлар икмал фарзи фи махалиха деген не бар? Ереже бар. Усул фихта икмал фарзи фи махалиха деген. Яғни фарызды өз орнында толықтыру деген. Мәселен біздер дәрет аламыз. Дәрет алған кезде қолды бір рет жуу тірсегімен, бетті бір рет жуу, сосын басты түріктен бір немәс тарту, сосын аяқты тоқпен бір рет жуу, не бұл парыз. Енді осыны 3 рет жуу, оны реттермен жуу, ауызды шаю, мұрны шаю деген нелер бар? Сүннет амалдары бар. Осы сүннет амалдары жаңағы парыздарымыз не қылады екен? Толықтырады екен өз орнында. Сол сияқты біздердің де парыз намаздарға кеткен кемшіліктерімізді сол сүннет раватибтер толықтырып отырады. Сол сүннет раватибтерден кейін біздер дуа қылатын болса, тура сол парыз намаздан кейін дуа қылған болып есептелеміз. Және жұма күнінде имам минбарға шыққан уақытта бұл дуа қабыл болатын уақыт болады екен. Тіптен сол күнгі жұма намазы өтелгенге шейін. Және әсірден кейін уахиру саатин бa'дал аср дейді. Әсірден кейін сол сағат, ең ақырғы сағатта бұл қабыл болатын уақыттар дейді. Және бұл нәрсе жүректегі қорқуға тура келетін болса, Алла субхану ва тағаланың алдында тұрып өзін сондай бір сынық ұстап тұратын болса, өзін бір тәкәббарланбастан, өзін қор санап тұратын болса, жалбарынып тұратын болса, жүрегі жұмсап тұратын болса, біздерде қараңыздар, қанша жігіттер аяғын талтайтып, тұрған кезде бұлай тұрады да, бейтіп, екі аяғын бұлай талтайтып болады. Сен жай қарапайым адам алдына келіп аяғын бейтіп талтайтып тұрмайсың ғой? Не талтайтып тұрсың сен дейді ғой? Не сен талтайтып тұрсың дейді? Намаз оқыған адамның намаз оқыған кезде мына ойнап тұрма дейтін болса, намаз бұзылады. Намаз оқыған адам намазда мына ойнап тұрма десе, намаз бұзылады. Қолын бетіп қойып алады да, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламнан хадис бар, кәлә юшру деген. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам ишара қылатын еді деген. Бірақ ишара қылатын еді деген, ол қалай ишара қылатын еді? Қолын ұстап бүйтіп тұратын бе, немесе бүйтіп тұратын бе? Соның үшін адам Алла субхану ва тағаланың алдында тұрғанда өзін сындырып, мен бір әлсіз бір бендеңмін деп, сондай жүректе бір қорқумен тұру керек та, Раббыңның алдында тұрғанын сезіп тұру керек та. Егер біз жай бір әкімнің алдына келетін болсақ, ауданның әкімі болатын болса, қалай тұрамыз? Облыстың әкімінің алдына келетін болса, қайт тұрамыз? Елбасының алдына келсек бітті. Өзіміз жоғалтып қоямыз. Раббымыздың алдында тұрған кезімізде, бұлай талтайып алып тұрып, қолымызды жаңағыдегі қай жерімізге қойсақ, сол жерімізге қойып тұрамыз. Ол болмайды енді. Алла субхану ва тағаланың алдына келген кезде адам өзін сынық ұстап, өзін тәкәббарлықтарын жоғалтып, сондай бір жүректегі қорқуменен тұру керек. Және дуа қылушы адам қыблаға қарап жүзденіп тұрса, кәміл тахаратта болатын болса, тахаратта болу керек енді қараң. Уарафа ядайхи илаллах дейді, бұны қараң. Және Раббісіне
екі қолын көтеріп тұратын болса дейді. Раббісіне екі қолын көтеріп тұратын болса деп, мына жаққа төменге шығарып қойыпты. Мына біздегі адамдар бар, Раббісіне мәселен қолын дуа қылып көтеріп, сосын былай бетін сипайтын болса, біреулер бидат деп жүргендер бар. Бидат деп жүргендер бар. Дуа қылу, дуамыздың қабыл болуына себеп болатын нәрселердің бірі екі қолын Раббісіне көтеру деп жатыр. Уарафа ядайхи илаллах деп жатыр. Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва салламнан бір хадис шерифтері бар. Шейх Усаймин өзінің жанындегі Мұсталах хадис деген кітабында келтірген. Сол кітабында Марафа ан-наби саллаллаху алейхи ва саллам ядайхи қатту илля масабихим ваджаху деген хадис бар. Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллам қолын ешқашан көтерген жоқ. Қашан қолын көтерсе, ол қолын бетін сипамастан түсірмеген дейді. Қашан екі қолын аспан қарап көтерген жоқ. Егер ол екі қолын аспан қарап көтерсе, бұлай бетін сипамастан қолын түсірген жоқ дейді. Сонда біздер Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қылған амалда бидат дейміз ғой. Егер бізге сол хадис жетпеген болса, немесе білмеген болсақ, болмаса көріп алсын Мұсталах хадис деген Шейх Ибн Усайминнің кітабын.